Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, қарапайым жасалынатын қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі қуырдақты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Ендеше бисмилля деп тағамымызды бастайық. Бұл тағамды әр өңірде әр түрлі әзірлейді. Негізінде қуырдақты жаңа сойылған малдың балғын етінен дайындайды. Мен қой етінен және де құйрық майынан жасайтын боламын. Сіздер қалауларыңызша ішек қарын, өкпе бауыр, жүрек секілді қоссаңыздар болады. Алдымен қойдың құйрық майын ірілеп турап аламыз, және де қара кесек еттерінен де ірілеп тураймыз. Ұзын қабырғаларынан ортасынан бөліп дайындап қоямыз. Енді қазанымызды отқа қойып, үстіне бір кеседе сұйық майды құямыз. Май қызғаннан кейін құйрық майды саламыз. Сөйтіп жақсылап қуырып, майын шығарып алатын боламыз. Құйрық майымыз жақсылап қуырылды. Енді үстіне жаңағы туралған еттерді саламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Бетін жауып, шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минуттан соң қақпағын ашып бір қарап қоямыз. Еттің өзінің сөлі бөлініп пісіп жатыр екен. Енді етіміз жақсылап қуырылғанша шамамен жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Етті біз қатты отта пісіретін боламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде 2-3 дана пиязымызды ашып, осылайша турап дайындап қоятын боламыз. Достар, менің осы қазақша контенті каналыма сіздерден үлкен қолдау керек. Ол үшін төмендегі подписаться батырмасын баса кетіңіздер, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алда әр түрлі дәмді тағамдардың рецептерін шығарып отыратын боламын. Мінекей, етіміз қызарып, қуырылып жатыр екен. Енді үстіне тұз бұрышымызды саламыз. Егер сіздерде ет тұздалған болса, тек бұрышты қоссаңыздар болады. Содан соң турап қойған пиязды салып, жақсылап араластырып, пиязымыз езіліп, жоқ болып кеткенше баяу отта шамамен 30-40 минутта қуыратын боламыз. Ендігі кезекте картопымызды турап дайындап қоямыз. Негізі картопты қоспасаңыздар да болады. Біздің үйдегі отбасы мүшелері картоп қосқанды жақсы көргендіктен мен үнемі қосамын. Енді осы картопымызды етіміз пісуге жақындағанда саламыз. Араластырып, тағы да 30 минутқа баяу отта бетін жауып пісіріп аламыз. Мінекей, қуырдағымыз дайын болды. Менде шамамен 2 сағатта толықтай пісіп шықты. Еті де, картопы да былбырап, жұмсақ болып, дәмді болып шыққан екен. Үстіне осылай көк пияз немесе укроппен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Осы видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.